Сәлем достар, менің есім Әселхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен трикотажымнен осындай әдемі жүрекше тоқып үйренетін боламыз. Тоқылуы өте оңай, бұл жүрекшені кез келген жіптен тоқуға болады. Бізге жүрекше тоқу үшін осындай трикотаж жібі, номері 8-ші ілмек және де қайшы қажет. Ең алдымен жүрекше тоқу үшін біз саусағымызға, 3 саусағымызға жіпті 2 рет орап алатын боламыз. 1 рет орадым. Мінекей, 2 рет орадым. Енді ілмегімізді алып, осы 2 жіптен жұмыс жібін шығарып, жұмыс жібін бір өткізіп алатын боламыз. Мінекей, бізде осындай шеңбер пайда болады. Енді осы ілмектегі жіпкеті 3 рет тоқимыз. 1, 2, 3. 3 рет тоқыдым. Енді ілмегімізге жіпті 1 рет орап, шеңбердің астынан өткізіп, ілмекке іліп, бір ғана жіптен жұмыс жібін өткіземіз. Тағы да 1 рет ілмекке жіп орап, 2 жіптен жұмыс жібін өткіземіз. Тағы да 1 рет орап, екеуінен өткіземіз. Дәл осылай етіп біз 3 рет тоқимыз. Жіпті ілмекке ораймыз. Шеңберін өткізіп, 1 рет аламыз. Тағы 1 рет орап, екеуінен аламыз. Тағы 1 орап, 2 жіптен өткіземіз. Екеме 3-ші рет тоқып жатырмын. Үш рет тоқылды. Енді жіпті 1 рет өткізіп, шеңбердің астынан шығарамыз. Енді біз бұл жолы бірден 2 жіптен жұмыс жібін шығарамыз. Тағы 1 орап, тағы 2 жіптен бірден шығарамыз. Дәл осылай етіп 3 рет тоқимыз. 1 рет тоқылды. Бірден 2 жіптен өткіземіз жұмыс жібімізді. Екі рет тоқылды. Үшіншісін тоқимыз. Үш рет тоқыдым. Енді біз жүрегіміздің осындай ұшын шығарамыз. Ол үшін мінекей тоқылған жерден мынандай шығып тұр. Осы жерден 1 рет алып тоқимыз. Мінекей кіргіземіз. Аламыз. Тоқылды. Міне жүрегіміздің ұшы пайда болды. Біз енді 1 шет қабырғасын тоқыдық. Енді екінші қабырғасын тоқимыз. Екінші қабырғасы дәл осылай тоқылады. Ең алдымен өткізіп, бірден 2 жіптен өткіземіз. Бұлай 2 рет тоқимыз. Екіншісі жұмыс жібін бірден 2 жіптен өткіземіз. Тағы да 2 жіптен өткіземіз. Енді 3 рет бірінші жіптен ғана өткіземіз жұмыс жібін. Кейін 2 рет өткіземіз. Тағы да 2 жіптен өткіземіз. Дәл осылай 3 рет тоқимыз. Мінекей 3 рет тоқыдым.
Енді ілмектегі жіпке 3 рет тоқып аламыз өзіне. 1, 2, 3. Яғни біз мынау секілді басында басталған секілдісін тоқып жатырмыз. 3 рет тоқыдым. Осыны шеңберден алып, жіпті осылай шығарамыз. Мінекей жіпті шығарып, осы кезде қайшымен біз қырқып аламыз. Енді осы жіпті шығарамыз, мінекей. Енді мына бізде алдында астында қалған кішкентай жібеде осы жіпті тартамыз. Барынша қаттылап тартамыз. Және мына екінші жіп көтеріліп жатыр. Осы жіпті бұны да тартып шығарамыз. Қысқа жіпті қатты тартамыз. Мінекей біздің жүрегіміздің формасы шығып жатыр. Мінекей достар, мен жаңағы қысқа жіпті тартып, артқы бөлігіне жасырып тастадым. Енді сіздерге мына жіпті осына жасырып көрсететін боламын, қалай жасыру керек екендігін. Ол үшін жіпті алып, мына жіптердің арасынан ілмегімізді шығарамыз. Барынша осындай кезде ілмегіміздің жіңішке болғаны жақсы, кіріп шығарғанға өте жеңіл болады. Мінекей. Осылай етіп жасырып аламыз. Және қалған бөлігін қайшымен қырып тастаймыз. Мінекей достар, бізде осындай әдемі жүрекше шықты. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.